Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге қазақша FIFA каналы. Бүгінгі видеода біз Тотти туралы айтатын боламыз, жыл командасы туралы. Достар, сіздер қалайсыздар, жақсылар ма? Видеолар арасында көп уақытта созылып, кейде шықпай, кейде шығып, кейде шықпай қалатын моменттер болатын болса, алдын ала кешірім сұраймын. Өйткені қазір бізде сабақ бар. Білесіздер, бәрінде сабақ болып жатқан шығар қазір. Сол себептен сіздерден кешірім сұраймыз. Бұл өте қиын да. Мінекей қазір бізде менің составымды көрсететін болсам, достар, қараңыздар, бізде составта тым өзгеріс жоқ. Ешқандай да өзгеріс болған жоқ составта. Сол ойыншылар. Александр Арнольд тағаның местерінде болса болған шығар, білмеймін, бірақ ары қарай. Александр Арнольд тағамын ойында қазірше оны алып қойғам. Ойында тұр да. Неге Тоттиға кіріп көрсететін болсам, достар, қараңыздар, мен 25 неге айналдыруға жетпей тұр. Неқта біз бір пак айналдыратын болсақ, пак бізге ешқандай ойыншы түсіріп бермейді. Оны екінің бірі ғана түсіре алады. Оның өзіне көп уақыт кетеді оғанда. Он көп уақыт ойнағанша кейбіреулер ойнайды. FIFA бұны былай ойлаған ғой. Өйстіп дамыта беремін деп ойлайды да басында адамдар. Сөйтіп несіне келгенде шыдамы жетпей донат салады, сөйтіп біздің ақшамызды көтереді деп ойлаған. Сондайдан наупай деп ойлаймын мен негізі. Өз басым солай ойлаймын. Сондай, короче. FIFA сондай деп ойлаймыз. Неқта қазір қараңдар, сендерге бір айналдырып көрсететін болсам, ойыншының пактарын айналдырады. Қараңдар, бұл защитникті айналдырамыз. Қазір не істейтін көретін боламыз бірге. Неге FIFA монетасын шығарып берді? 50 мың. 50 мың бермей ақ басқа нәрсе берсе болмай ма осың орнына? Бізде сәліне ойланса болмай ма? Тотти пайди донатерлерді, FIFA пайди осы донатерлерді сондайларды ойлаған ау. Сондықтан да болар. Білмеймін, бірақ бер жағын. Донат қазірше FIFA-да көп не айтып отыр. Көп ютуберлер қазақстандық мобайл FIFA-ның өзі қазір ақшаға құмар етіп кеткен. Сол үшін қараңдар. Бізде қазір бұрындар айтқан едіге. Басында Тотти келген кезде сабитчаларда адамдардың ақшасы арзандайды деп. Алайда рыноктан көретін болсақ, бұлардың бәрі өздерінің ақшаларының қайта жоғары тұрады. Бұрындары бірақ бұл ақшаларға басқаша тұратын еді. Бірақ сәлде болсын бұрынғы ақшаларына қарағанда түскен. Қазір қараңдар, программадан Тотти таңдаймыз. Поискке жазатын. Поискке дейміз. Мынаяқтан не шығады? Қараңдар. Бірінші Бекхэм 83 миллион пайди. Көрген бәңгілер рыноктарына 83 миллион. Рональдиньо 95 миллион, менеке көріндір. Датау қымбаттатып жіберген соншалықты. Неге бұнда, сенасы слишком көп. Қазір бұған ешкім қызықпай қалғанда болар. Қазір басқа ойындарға өтуде көбісі тастап кетеді. Кейбіреулер осындай ақша көбейіп кеткеннен әртүрлі күннен тастап кете салады. Енді басқа неге қараңдар, мына жерде мысал үшін кімді көрсе 10 миллионнан жоғары ғой. 90, 95, 96. 98-ден кетпей қосылай олар қымбатты. Яқты аз ойыншы көбісі нелердің өздерінің сеналарында тұрған жоқ, мына жерде рынокта.
тургандар да бар, турмагандар да бар мына жерде. Енді достар, сіздер қалай ойлайсыздар, осы видео қалай ұнап жатыр ма? Соны ұнаватса лайк басып кетіңдер, арнаға жазылып кетіңдер. Достар, біздің арнадағы білесіңдер турнир бар екен. Сол турнирге қатысам дегендер турнир 50 оқырман болғанда болатын болады. Достар, сіздер видеоны арнаға жазылып лайк басып кетіңдер. Достар, қалай ойлайсыңдар, фифадан басқа ойындарға қалай обзор жасайын ба? Мысалы үшін Free Fire, если пубок екеуінің біреуін жазып кетіңдер. Солардан видео шығаратын болам, достар. Енді келесі видеоға кездескенше идеяларын жазып кетіңдер. Міндетті түрде идеялар қажет маған. Видеолар кешігіп шығатын болса кешіріңдер деп айтарым. Ал енді келесі видеода кездескенше аман сау болайық, достар. Келесі видеоларда жолыққанша давайте, достар, сау болыңдар. Жақсы.